Ал Қарағандыдағы түзету мекемелерінде жазасын өтеп жатқандар туған туыстарымен скайп арқылы байланысқа шықты. Мұндай мүмкіндік үлгілі тәртібімен көзге түскендерге беріліп отыр. Облыстық прокуратура ұйытқы болған жаңа жоба сотталғандардың арасында жүргізілген сауалнама нәтижесінде пайда болған. Бүгін олар алғаш рет туған туыстарымен тілдесуге мүмкіндік алды. Көп балалы әке Андрей Филиппин алаяқтық әрекеті үшін түзету мекемесіне осыдан 8 ай бұрын түскен. Бүгін ол алғаш рет скайп арқылы отбасымен тілдесті. Андрей осындай жобаның пайда болғанына өте қуанышты. Хотя бы раз-два месяца увидеть детей. 2 айда бір рет отбасымызбен хабарласып тұрсақ жақсы болар еді. Балаларымды ең болмаса бейне байланыс арқылы көріп отырғым келеді. Менің 4 балам бар, оларды сағынамын. Жобаны әзірлеу барысында облыстық прокуратура мамандары жазасын өтеушілер арасында бірнеше ай бойы сауалнама жүргізіпті. Бұл мүмкіндік үлгілі тәртібімен көзге түскен мәдени мерекелік шараларға белсенді атсалысатын жандарға ынталандыру ретінде беріліп отыр. Цель – это поддержание семейных связей. Басты мақсат отбасылық қарым-қатынасты үзбеу. Мұндай бейне байланыстар жақсы тәртіппен көзге түскен азаматтарға беріледі. Бұл жоба барлық жазасын өтеушілерді тәртіпке шақыруға ықпал етеді деп сенеміз. Бұл облыстық прокуратураның бастамасымен жүзеге асырылған жалғыз жоба емес. Келешекте жазасын өтеушілерге түзету мекемелерінің базасында қашықтан оқыту тәсілі арқылы кәсіби және арнайы техникалық білім беріледі. Бұл аяғын шалыс басып, істі болғандарға босандыққа шыққаннан кейін ортаға тез бейімделіп, жұмысқа орналасуына мүмкіндік береді. Айнұр Абдиева, Сайлау Игіліков, Әсет Асайынов, Қарағанды, Хабар 24.